Мен Сугурбаева Гүлжауһар Қалдыбайқызы, Қызылорда облысы жұқпалы ауруханасының дәрігер-инфекционисімін. Тілме жарасы бұл жедел инфекциялық ауру, оның белгілері әлсіздік, дене қызуының көтерілуі және терінің жергілікті қабыну белгілерімен көрінеді. Бұл аурудың қоздырғышы стрептококктар. Бұл бактерия терінің зақымданған тері арқылы организмге енген кезде осы аурудың белгілері дамиды. Бұл ауру жеңіл, орташа және ауыр ағымда өтуі мүмкін. Жеңіл ағымы емханада емделеді. Емханада бұл ауруды мәмс жүйесі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша 18 жасқа дейінгі балалар азитромицин және амоксициллин таблеткаларын тегін ала алады. Ал ауруханада орташа және ауыр түрлері өзінің клиникалық протоколына сәйкес антибактериалды, физиотерапиялық және жергілікті ем жүргізу арқылы емделеді.